былайдан асып кетті. Черный пиар былайдан асып кетті. Кәдімгідей уже ана КТК телеканалдар келесі шаг сот қандай болады екен деп күтіп отыр да. Күтіп отыр. Соны міне мысалы мына жерде біреу айтып жатыр, басқа да кооперативтер бар деп. Иә, басқа да кооперативтер бар. Енді қазір бір кооперативті пирамида десе, онда Қазақстандағы 4000-нан астам кооперативті бәрін пирамида деп, бәрін жауып керек. Ол как минимум 4000 представитель. 4000 представительді мошенники деп 217-ші баппен соттап жіберу керек. Түсінесіз ба? Абсурд қандай? Қай жерде жатқан ақымақ екен, түсініп отырсыз ба? Әне, мүмкін емес нәрсе де. Иншалла, кооператив жабылмайды. Пока кооперативте адамдар бар, мені жауып мүмкін, ақша ұрлады деп, если докажет, да? Мені жауып мүмкін. Ал кооперативтегі 24 000 адам жауып алмайды. Сіз ғой. Сіз отырсыз кооперативте. Әне, кооперативті жауып үшін сіздің бәріңіз жауып керек. Сондықтан, иншалла, кооперативті жауып алмайды. Сот негізінде следовательдердің өздері айтып отыр, кооперативке проблем жоқ деп жаңағы. Мен енді сотқа айтып отырмын да, айтқым келіп отыр да. Хорошо, мен істеген жұмысымыз қате екен. Қараңыздар, қате. Бірақ ешкімге біздер зияным істеген жоқ, мемлекетке ущерб деген жоқ. Біз айтып жатырық. Хорошо, штрафын төлейік. Қате істесек мойнымызға аламыз. Штрафын төлейік, тоны жабайық, кооперативпен жұмысымызды жалғастыра берейік. Ода тұрған проблем жоқ. Егерде біз қате жіберсек, егерде сіз біздің кооперативпен тоның жаңағындай не істеп жатқан түсіне алмасаңыздар, оған жаңағындай енді ақыл жетпей жатса, ілім жетпей жатса, жаңағындай білмеймін, алгоритм түсінбей жатса адамдар, хорошо, проблем жоқ. Тоны жабайық, штрафын төлейік, өйткені получается зиянымыз ешкімге тиген жоқ. Ешбір бізге айып жазып отырған адам жоқ. Тек қана өзім үшін күресіп отырған жоқ. Тек қана өзім үшін күресіп жатырған жоқпын, өйткені мені қай жақтан адам таныған. Мынау мұсылман жігіт деп таныған да. Көрдіңіз бе? Яғни қазір менің былай айтқанда репутациям ол діннің де репутациясы да. Енді бұл өзіне көп алып қойды деп айтпадыңыздар. Өйткені көп адам расы керек басында мынау иманды жігіт, мынау намазхан жігіт, мынаны біздер танимыз деп келген адамдар. Хорошо? Сондықтан менің қазір құлағаным, жеңгенім, ол исламды, дінді қаралау болады да. Мен жағынан өте ауыр. Бұл енді ақшадан да ауыр нәрсе. Негізінде ол бастан өзімді мұсылмандар осындай болады деп көрсету арманым болды да негізінде. Мұсылмандар шыншыл болады, мұсылмандар сөзіне берік болады, мұсылмандар аманатқа қиянат етпейді, мұсылмандар осындай болады деген көптеген жақты көрсетуге тырыстым өз жағынан. Кейбір жерде сабыр сақтамадым, кейбір жерде эмоцияға берілдім, оның бәрінен кешірім сұраймын. Конкретно өзімнің үлескерлерімнен, достарымнан, қасымдағы осы қолдап отырған адамдардан кешірім сұраймын. Бірақ екінші жағы бар, тұлғаны былай қойшы. Енді мен сынбаспын, мен сағымды сындыра алмас. Не болса да, төбем түрмеде шірілсе де сағым сынбас. Өйткені ол түрмеден де шығады адам, қайтадан дәлелдей алады. Бірақ мен құлайтын болсам, ана адамдар, мұсылмандар осындай деп күледі. Сол жаңа. Ең маған қиын болып тұрғаны осы жағы да. Что мен бір какой-то кішкентай адам болып тұра, қазір атынан
мыңдаған иманды жандарға кір келтірмеуім керек те. Осы менің қазіргі Алладан тілеп отырғаным, дұғам өзіме емес, ей Алла, дінді, мұсылмандардың бетін жерге қарата көрмеші деген тілекте дұғадамын да. Иншалла. Сол себептен сіздің де мына қолдауыңыз расында өте мен үшін маңызды. Алла разы болсын баршаңызға.